ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры. Диссертация кеңесі төрағасының орынбасары Жукабаева Тамара Кукеновна, философия докторы, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры. Диссертация кеңесінің ғылым хатшысы Мұханова Аягөз Асанбекқызы, философия докторы, қауымдастырылған профессор, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасының меңгерушісі. Лальвира Львовна, физика-математика ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті. Диссертация кеңесінің уақытша мүшелері 3 адам. Барахнин Владимир Борисович, техника ғылымдарының докторы, профессор. Ақпараттық және есептеу технологиялар федералды ғылыми орталығының жетекші ғылыми қызметкері. Новосібір, Ресей Федерациясы. Мамырбаев Өркен Жұмажанұлы, философия докторы, профессор, Қазақстан Республика ғылым және білім министрлігінің ғылым комитетінің ақпараттық және есептеуіш технологиялар институты, РМК ғылыми жұмыстар жөніндегі директор орынбасары, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Жақсыбаев Дархан Орақбаевич, философия докторы, ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасының аға оқытушысы, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Астана, Қазақстан Республикасы. Қайырлы күн, құрметті диссертация кеңес отырысындағы қатысушылар. Диссертация кеңес мүшелеріне, ресми рецензенттерге және барлық қатысушыларға қош келдіңіздер дейміз. Құрметті диссертация кеңес мүшелері. Диссертациялық кеңес бүгінгі мәжілісіне диссертация кеңесінің 4 тұрақты мүшесі, 3 уақытша мүшесі, 2 ресми рецензент, 2 ғылыми кеңесші қатысып отыр. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрлігінің диссертация кеңес туралы ережесіне және Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің диссертация кеңес туралы ережесіне сәйкес диссертация кеңестің бастау үшін кворум толық. Бүгінгі мәжілістің күн тәртібінде 8-061 ақпараттық коммуникациялық технология кадрлар дайындау бағытында 8-06-103 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесін алуға ұсынылған білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі тақырыбындағы Мұқашева Айнұр Оңласынқызының диссертациялық жұмысын қорғау бойынша диссертация кеңесінің мәжілісі. Диссертация Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің ақпараттық жүйелер кафедрасында қазақ тілінде орындалды. Диссертация алғашқы рет қорғауға ұсынылып отыр. Ғылыми кеңесші Мұханова Аягөз Асанбекқызы, философия докторы, қауымдастырылған профессор, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті ақпараттық жүйелер кафедрасы, Астана, Қазақстан Республикасы. Шетелдік ғылыми кеңесшісі Бобров Леонид Куприянович, техника ғылымдарының докторы, профессор, Новосибирск мемлекеттік экономика және басқару университетінің қолданбалы информатика кафедрасы, Новосибирск, Ресей. Ресми рецензенттер Аханова Ақерке Сапаровна, философия докторы, қауымдастырылған профессор, компьютерлік ғылымдар білім беру бағдарлама тобының жетекшісі, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Астана, Қазақстан Республикасы. Абдилдаева Асель Асылбековна, философия докторы, қауымдастырылған профессор, халықаралық инженерлік технологиялық университеті академиялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры, Алматы, Қазақстан Республикасы. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің диссертация кеңес туралы ережеге сай бүгін қорғалатын 8-06-103 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша философия докторының дәрежесін алу үшін Мұқашева Айнұр Оңласынқызының диссертациялық отандық ғылыми консультант болып табылатын ғалым хатшы Мұханова Аягөз Асанбекқызының осы отырыста ғалым хатшы қызметін атқаруына байланысты шектеу қойылады.
Осыған орай бүгінгі отырыста ғылым қатысушысының міндеттері диссертация кеңесінің уақытша мүшесі Жақсыбаев Дархан Бұрақбаевич жүктеледі. Сөз кезегі Мұқашева Айнұр Оңғарсынқызына өмірбаянымен және диссертация кеңеске түскен іс қағаздар таныстыру үшін диссертация кеңесінің ғылым қатысушысы Жақсыбаев Дархан Бұрақбаевичке беріледі. Мұқашева Айнұр Оңғарсынқызына 2021-2024 жылдары Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 8-061-03 ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша докторантураны бітірген. Докторантура бағдарламасын толық игергендігі туралы барлық құжаттары рәсімделген. Туған күні 29 сәуір 83 жылы. Туған жері Жамбыл облысы, Жаңатас қаласы. Ұлттық қазақ, азаматтығы Қазақстан Республикасы. Білімі мен ғылыми жетістіктері. 2000-2005 жылдары Блойти атындағы Тарас мемлекеттік институтының басқару мен ақпаратты өңдеудің компьютерлік жүйелері мамандығын бітірген. Инженер жүйе технигі деген бакалавр дәрежесін алған. 2005-2007 оқу жылдары Блойти атындағы Тарас мемлекеттік институтінде ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша магистратураны аяқтап магистр дәрежесіне ие болған. Докторантура бағдарламасы барысында 4 ғылыми еңбегі жарияланған. Қазақстан Республикасы ЖБГ-нің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің ұсынған ғылыми журналдарына кіретін хабаршыда 2 мақала. Скопс базасындағы мақалалар 1 мақала, 3 квартал. Халықаралық конференция материалдарында 1 мақала және 3 авторлық куәлігі бар. Номер 35-710 модель экспертной системы для компетентностного подхода образовательной программы. Номер 36-178 Digis компетенции map. Және номер 43-607 профессиональное прогнозирование будущих профессиональных компетенций методами искусственного интеллекта. Диссертациялық жұмысы тақырыбы құзыреттілік тәсіл негізінде білім алушының жеке оқу жоспарын қалыптастырудың зияткерлік жүйесі. Диссертация Гумилев атындағы Евразия ұлттық институтының ғылыми кеңесінің 2001 жылдың 28 қараша номер 1814-П бұйрығымен бекітілген. Тақырыбы білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі, қорғау тілі қазақша. Диссертация Гумилев атындағы Еуразия ұлттық институтының ғылыми кеңесінің 23 жылдың 2 мамыр номер 921-П бұйрығымен өзгертілген. Отандық және шетелдік ғылыми кеңесшілер. Доктор PhD ақпараттық жүйелер кафедрасының философия қауымдастырылған профессоры Мұханова Аягөз Самбекова. Және Бобров Леонид Купянович. Техник ғылымдардан доктор, профессор, Новосибир мемлекеттік экономика және басқару институты, Ресей Федерациясы, Новосибир қаласы. Мұқашева Айнұр Оңғарсынқызына Қазақстандағы болашақ кәсіби құзыреттіліктерді болжауға арналған интеллектуалды ақпараттық жүйені әзірлеу бағытында зерттеу жүргізілді. Зерттеу шеңберінде деректерді жинау, құрылымдау және семантикалық өңдеу жүзеге асырылып, машиналық оқыту және болжамдық модельдеу әдістері негізінде тиімді әдістемелік және бағдарламалық шешімдерді ұсынылды. Қазір уақытта Мұқашева Айнұр Оңғарсынқызына Астана IT университетінде жасанды интеллект және деректер ғылыми мектебінде сеньор лектор қызметтерін атқарады. Болды. Рахмет сізге. Ізденуші іс қағаздарына қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, келесі сөз кезегі диссертацияның мазмұны және негізгі нәтижелерін таныстыру үшін Мұқашева Айнұр Оңғарсынқызына беріледі. 20 минут. Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері және профессор оқытушылар қоғамы. Сіздердің назарларыңызға білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі атты диссертациялық жұмысымды ұсынамын. Ғылыми кеңесші, философия докторы қауымдастырылған профессор Мұханова Аягөз Самбекова, шетелдік ғылыми кеңесші, техникалық ғылымдарының докторы профессор Бобров Леонид Купянович.
Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан Республикасының жоғарғы білім беру жүйесін цифрлық трансформациялау қажеттілігі, еңбек нарығының қарқынды трансформациясы жағдайында мемлекеттік білім беру стандарттарында және ұлттық біліктілік шеңберінде бекітілген мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделіне көшумен байланысты. Қазіргі уақытта университеттердегі білім беру бағдарламаларын жобалау процесі негізінен қолмен орындалады және ол көп уақытты қажет етеді. 3 айдан 8 айға дейін созылады. Бұл еңбек нарығының талаптары, кәсіби стандарттар мен мамандарды даярлаудың білім беру нәтижелері арасындағы жүйелі қайшылықтардың пайда болуына әкеледі. Осыған байланысты табиғи тілді өңдеу, мәтіндерді семантикалық талдау технологиясына және кәсіби құзыреттер мен оқыту нәтижелерін генерациялауды қамтамасыз ететін жасанды интеллекттің генеративті модельдеріне негізделген интеллектуалды ақпараттық жүйені әзірлеу қажеттілігі туындайды. Диссертациялық жұмыстың мақсаты білім алушының кәсіби құзыреттіліктерін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесін әзірлеу. Қойылған міндеттер кәсіби құзыреттіліктерді дамыту бойынша ғылыми зерттеулерге талдау жасау, кәсіби стандарттар мен жаңа кәсіптер атқысының корреляциялық моделін құру, әзірленген жасанды интеллект модельдері мен әдістерінің тиімділігін бағалау, құзыреттілікті қалыптастыруға арналған интеллектуалды ақпараттық жүйені құру. Зерттеу объектісі Қазақстан Республикасының жоғарғы білім беру жүйесінде кәсіби құзыреттерді қалыптастыру, құрылымдау және өзара сәйкестендіру үдерісі. Зерттеу пәні кәсіби стандарттар мен жаңа мамандықтар атласы, мәтіндер, интеллектуалдық өңдеуге арналған әдістер, алгоритмдер және модельдер. Оларды кәсіби құзыреттерді автоматтандырылған түрде генерациялауға, жіктеуге және олардың еңбек нарығы талаптары мен білім беру бағдарламаларына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған. Зерттеу әдістері. Зерттеу барысында кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды, жіктеуді және өзара салыстыруды автоматтандыруға арналған жасанды интеллект, табиғи тілді өңдеу және машиналық оқыту әдістерінің кешені қолданылды. Зерттеудің теориялық маңыздылығы ол кәсіби стандарттарды интеллектуалды талдау мен құзыреттерді генерациялаудың жаңа тәсілдерін енгізуде көрініс табар. Зерттеу аясында мәтіндіктердің ұқсастығын бағалаудың CTR әдісі ұсынылды. Сонымен қатар NLP машиналық оқыту және генеративті модельдерді біріктіретін интеллектуалдық ақпараттық жүйенің модульдік архитектурасы мен кәсіби стандарттарды формализациялаудың математикалық моделі әзірленді. Практикалық маңыздылығы кәсіби негізінде құзыреттер мен оқу нәтижелерін генерациялауға арналған интеллектуалдық ақпараттық жүйені әзірлеу мен айқындалады. Жүйеде білім беру бағдарламаларын жаңартуды, жеделдетуге, құзыреттердің дәлдігін арттыруға және еңбек нарығы талаптарының сәйкестігін күшейтуге мүмкіндік береді. CTR әдісін қолдану мәтіндердің ұқсастық дәлдігін жоғарылатады. Ғылыми жаңалығы генеративті жасанды интеллект модельдері мен семантикалық талдау негізделген кәсіби құзыреттер мен оқыту нәтижелерін автоматты генерациялау әдісін әзірленді. Екіншіден, мәтіндердің релеванттылығын сандық түрде бағалауды қамтамасыз ететін CTR әдісі ұсынылды. Қорғауға шығарылатын тұжырымдамалар, кәсіби стандарттар мен жаңа мамандықтар атласын интеграциялау технологиясы, кәсіби стандарттар мен жаңа мамандықтар атласы арасындағы сандық ұқсастықты анықтау әдісі, кәсіби құзыреттерді автоматты түрде генерациялауға арналған интеллектуалдық ақпараттық жүйе. Құзыреттерді бағалау, талдау және дамытуға арналған ғылыми зерттеу жұмыстарын кешенді талдау жасалды. Соның ішінде Барлыбаев бұл жерде жүйе алдын ала берілген құзыреттердің құрылымының аясында жұмыс істесе, ғылыми зерттеу жұмысында жүйелік архитектуралық тәсіл, құзыреттіктер, модельдер, талдау, сараптамалық және ережелерге негізделген механизмдер көрсетілген. Зерттеу жұмысында оқыту кезінде құзыреттіктерді дамытуға қолдау көрсеткен. Қайбасова мен Әшімбекованың зерттеу жұмысында деректерді жинау моделі, деректерді интеграциялау, ол кәсіби стандарттар, білім беру бағдарламалары арасындағы сәйкестік, құрылымдау, архитектуралық сипаттама тәсілдері ұсынылған. Маматовтың жұмысында жасанды интеллект көмегімен басқарушылық құзыреттерді дамыту мәселелерін қарастырған. Джабердің жұмысында
ұсынылған алгоритмдер пайдаланушы сипаттамалар мен қалауларын талдау, эвристикалық және ережелерге негізделген әдістер пайдаланушының шешім қабылдауына назар аударған. Және Мукашева және басқа да зерттеушілердің ғылыми зерттеу жұмысында машиналық оқыту әдістерін пайдаланып, нормативтік документтерге негізделген құзыреттерді автоматты түрде қалыптастыру және CTR жаңа әдісі кәсіби стандарттарды формализациялаудың математикалық моделі ұсынылған. Кәсіби құзыреттерді генерациялауға арналған интеллектуалды ақпараттық жүйенің архитектурасы. Бұл жерде бірінші нормативтік деректер жаңарту модулі, екіншіден құзыреттерді генерациялау формализациялау модулі, үшінші модуль мәтіндер алдын ала өңдеу және векторизациялау модулі, төртінші модуль құзыреттерді кәсіби стандартпен жаңа кәсіптер атылысы бойынша екілік жүктеу модулі, бесінші оқу нәтижелерін біліктілік деңгейі бойынша көп класстық жүктеу модулі, алтыншы құзыреттердің ұқсастығын жаңарту модулі, ұқсастығын анықтау модулі, ұқсас құзыреттерді, жетінші ұқсас құзыреттерді таңдау модулі, және бұл архитектура NLP, машиналық оқыту және генеративті жасанды интеллект технологиялар негізінде кәсіби құзыреттерді автоматты түрде қалыптастыру мен талдауды қамтамасыз етеді. Келесі бұл құзыреттер мен оқу нәтижелерін формализациялау. Кәсіби стандарттар, бұл жерде кәсіби стандарттардың құрылымы, ол еңбек функциялары және құзыреттіліктен тұрады. Бұл жерде құзыреттіліктер GPT моделі соның ішіндегі OpenAI пайдаланып, бұл таксономиясының етістіктерін қолдану арқылы құзыреттіліктер қалыптастырылады. Және еңбек функциясы мен білім дағдыларын пайдаланып, модель оқу нәтижелерін түзеді. Келесі жаңа мамандықтар атылысы. Бұл жерде жаңа мамандықтар атылысында білім дағдылар іскерліктер жоқ болғандықтан, бұл жерде құзыреттілік арқылы білім мен дағды іскерліктерді генерациялайды. Алынған білім дағдылар және іскерліктер кілттік компетенциялармен бірігіп, нәтижесінде оқу нәтижелері генерацияланады. Құзыреттер мен оқу нәтижелерін формализациялаудың математикалық моделі. Бұл жерде отырған екінші формула бойынша бұл еңбек функциялары және олармен байланысқан білімдер, дағдылар мен қабілеттерді формализациялаудың жиынтығы түріндегі қасыншы кәсіби стандарттар. Үшінші формула негізінде және туынды құзыреттердің формализацияланған жиынтығы түрінде қасыншы мамандықтар атылысы. Төртінші формула құзыреттерді генерациялау үрдісі әрекет етістіктер мен еңбек функцияларының комбинацияларының негізінде жүзеге асырылады. Және бесінші формулада жаңа мамандықтар атылысындағы негізгі құзыреттердің білімдер, дағдылар және іскерліктерді генерациялау үрдісі. Жетінші формула еңбек функциялары генерацияланған құзыреттерден, генерацияланған білімдерден, дағдылар мен іскерліктерден тұратын формализацияланған стандарт. Және 8-ші формула бұл интеллектуалдық ақпараттық жүйеде пайдаланылатын барлық формализацияланған кәсіби стандарттардың жиынтығы. Келесі құзыреттіліктерді генерациялау әдісінің тиімділігін бағалау барысында бағалау үшін кәсіби стандарттар мен жаңа кәсіптер атылысы бойынша бинарлы жүктеу моделі жасалды. Мәтіндер DEF, IDF әдісі арқылы векторизацияланып, PCA талдауы жүргізілді. Нәтижесінде кәсіби стандарттар мен жаңа кәсіптер атылысы құзыреттердің екі айқын кластерге бөлінетіндігі анықталды. Машиналық оқыту модельдерінің нәтижелері жоғары дәлдік көрсетіп, ең жақсы нәтижені CBA моделі байқатты. Бұл ұсынылған әдіс құзыреттердің дерек көзін автоматты түрде сенімді анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетті. Екінші, ол оқу нәтижелерін генерациялау әдістің тиімділігін бағалау барысында бакалавр, магистратура және докторантура деңгейлері бойынша көп класты жүктеу эксперименті жүргізілді. Бұл жердегі нәтижелер барлық модельдер бойынша жоғары тиімділік көрсеткіш көрсетті. Бағалау метрикалары жасанды интеллект көмегімен қалыптастырылған оқу нәтижелерінің сенімділігін және олардың әртүрлі біліктілік деңгейлерге сәйкестігін растайды.
Келесі CTR мәтінінің ұқсастығын анықтау әдісі. Бұл жерде Декарттық көбейтіндіні және рефлексивті қиылысу принциптеріне негізделген формула қолданылды. Мәтіндердің ұқсастығын пайыздық анықтау. Бұл жердегі А деп отырғанымыз бірінші мәтіндегі элементтер жиыны, Б деп отырғанымыз екінші элементтерінің жиыны, және модуль ішіндегі А деп отырғанымыз бірінші мәтіндердегі элементтер саны. Модуль ішіндегі Б екінші элементтерінің саны, А көбейту Б бұл жерде екі мәтін элементтерінің декарттық көбейтіндісі. Және ID А көбейту Б деп отырғанымыз екі мәтінде бірдей кездесетін элементтердің қиылысу жиыны. Бұл жердегі модульдің ішіндегі ID А Б деп отырғанымыз ортақ элементтерінің саны болады. Бұл жерде деректерді жинау моделі data collection модулға келіп түседі. Ол жерден түскен ақпараттар токенизациядан өтеді, алдын ала өңдеу кезеңінен өтеді. Ол жерде стоп слова жойылады, нумерациялардан тазаланады, пунктуациялардан тазаланады, одан кейін лимитизациядан өтеді, лимитизациядан кейін векторизация кезеңінен өтеді, содан кейін рефлексивті қиылысулар саны есептеледі. Рефлексивті қиылысулар саны 9-шы формула бойынша есептеледі. Осылайша мәтіндердің бір-біріне ұқсастығы CTR арқылы анықталады. Ұқсастық корреляция матрицасы бұл жерде мәтіндердің бір-біріне ұқсастығын анықтаудағы матрицалық корреляциясы. Сонымен қатар мәтіндердің ұқсастығын бағалауда төрт метрикасы бар: CTR, TF-IDF косинустық ұқсастық, BM25 және Sentences BERT әдістері бойынша ұқсастық көрсеткіштерінің таралу диаграммасы алдарыңызда. Бұл жерде көрсетілгендей Sentences BERT өте үлкен көрсеткіш көрсетті, және CTR ол косинустық IDF әдісіне ұқсас екендігі көрініп тұр. Осы бағалау метрикалары CTR бағалары мен әрбір базалық модельдердің бағалары арасындағы корреляцияны анықтау үшін екі ранглық метрика қолданылды. Оның біріншісі эксперименттің рол метрикасы, ол ұқсастық ранктар арасындағы монотонды корреляцияны өлшейді, және Далланың тета метрикасы бұл ранктар арасындағы жұптық сәйкестікті өлшейді. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай CTR әдісінің TF-IDF және BM25 метрикаларымен жоғарғы сәйкестігі көрсетілді. CTR метрикасы мәтіндердің нақты терминологиялық қиылысуын есептеу арқылы ұқсастықты анықтайды. Бұл әдіс кәсіби стандарттар мен оқу нәтижелері сияқты нормативтік мәтіндерді салыстыру үшін тиімді. Наукадан келген жоқ па? Және құзыреттерді қалыптастыруға арналған ақпараттық жүйе. Бұл жерде құзыреттіліктерді қалыптастыру генерациялау формасы және оқу нәтижелерінің генерациялау формуласы, жүйеде пайдаланушы кәсіби стандарттарды, бағыты, біліктілігі, деңгейі және еңбек функцияларын таңдау арқылы деректерді енгізуге мүмкіндік береді. Таңдалған параметрлер негізінде жүйе кәсіби құзыреттер мен оқу нәтижелерін автоматты түрде қалыптастырады және оларды талдау мен өңдеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде білім беру бағдарламаларын жобалау процесі автоматтандырылып, құзыреттіліктерді қалыптастыру тиімділігі артады. Алдарыңызда бұл CTR әдісі арқылы мәтіндердің ұқсастығын анықтау. Бұл жерде құзыреттіліктердің ұқсастығы қызыл түспен белгіленген. IDF бұл жерде кіріс деректерді ретінде нормативтік құжаттар басқару элементтері ретінде Bloom таксономиясының жетістіктері қолданылады. Және IDF деңгейіндегі композиция диаграммасы бұл жерде кәсіби құзыреттерді генерациялау процесі бірнеше негізгі кезеңге бөлінеді. Ол деректерді өңдеу, мәтіндерді генерациялау, токенизация және векторизация, мәтіндердің ұқсастығын анықтау, когнитивтік деңгейін бағалау және әртүрлі құзыреттіліктерді біріктіру. Қорытынды айтатын болсақ, кәсіби құзыреттер көздерін талдау және оны формализациялау әдісі әзірленді.
Кәсіби құзыреттер мен оқыту нәтижелерін автоматтандырылған түрде генерациялау тәсілі ұсынылды. Кәсіби стандарттар мен жаңа мамандықтар атылсын білім беру бағдарламасына интеграциялау технологиясы әзірленді. Кәсіби стандарттар мен құзыреттіліктердің тематикалық және құрылымдық жақындығын бағалауға арналған CTR әдісі ұсынылды. Интеллектуалдық ақпараттық жүйенің модульдік архитектурасы әзірленді. Әзірленген интеллектуалдық ақпараттық жүйе Астана IT университетінің жасанды интеллект және деректер ғылымы мектебінде білім беру бағдарламасын әзірлеу үрдісінде апробациядан өтті. Ғылыми жұмыс бойынша жарияланымдар, зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері Web of Science халықаралық базасына кіретін журналдарда жарияланды. Ғылыми жұмыс бойынша Қазақстан Республикасының ғылым және жоғарғы білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған жарияланымдар негізделетін басылымдар екі мақала жарық көрді. Ғылыми жұмыс бойынша халықаралық конференцияларында екі материал жарық көрді және деректерді пайдалы модельге арналған патент алынды. Патенттің тақырыбы декарттық тиістілі байланыс негізінде мәтіндердің объектілерге жіктеу тәсілі және 3 авторлық куәлік алынды және Астана IT университетіне енгізу ақысы бар. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Ал енді жалғастырайық жұмысымызды. Ал енді баяндама бойынша сұрақ қойыңыздар. Құрметті қатысушылар, кеңестің мүшелері. Кімде бар сұрақ? Сұрақ қойса рұқсат па екен? Иә. Құрметті әріптестер, сәлеметсіздер ме? Бірінші сұрағым, сіз әрқашанда модель аласыз ғой, дұрыс па? Осы құзыреттілікке байланысты. Сол кезде сіз мәліметтерді жинақтайсыз. Мәліметтерді жинақтағанда қандай ерекшелігін және қандай белгілер арқылы деректер қорын құрдыңыз? Соңғы оқу процесіндегі, оқыту процесінде модельді, қандай қиындықтар туындады? Сұрағыңызға рахмет. Бұл кезде мәліметтерді жинақтаған кезде екі стандарт екі түрлі болды. Кәсіби стандарттар және жаңа атылыстар, жаңа кәсіби атылыстар. Осы екеуінің құрылымдары екі түрлі болды. Соны бір-бірімен формализациялауда біраз қиындықтар болды, бірақ оны математикалық модель арқылы бір-бірін формализацияға келтіріп, осы жерде бір-бірінің құрылымын біріктіріп, осылай бір базаға енгіздік. Ол жерде бізде жаңа. Негізгі сұрағымның мақсаты, сіз барлық кәсіби құзыреттерді жинай алдыңыз ба? Жинақталмаған жері бар ма? Жоқ, барлық кәсіби құзыреттіліктер жинақталды. Ол ең соңғы 2023 жылы шыққан кәсіби стандарттар. Онда деректер қорыңызды айтыңызшы, қаншалықты? Кейгілда 4000 деректер қоры жинақталды. Оны Кейгілға сақтап қойдым. Бұл бәрін қамтымайды онда 4-ақ мың болса? 4000 тек қана кәсіби стандарттар бойынша. Кәсіби, сөйтіп айтсаңыз дұрыс айтасыз. Кәсіби стандарттар бойынша жинақталды. Екінші сұрағым, енді сізден басқа осындай құзыреттіліктерді жинақтау, оның моделін тұрғызуға жұмыстар істеліп жатыр. Сіздің жұмыстың ерекшелігі мен ұқсас жұмыстар қандай? Алыс шетелде, жақын шетелде, соңғы елімізде? Менің жұмысым ерекшелігі, мен кәсіби стандарттардың арасындағы ұқсастықты өлшеп, соны анықтап, ұқсас кәсіби стандарттарды біріктіріп, жаңа кәсіби құзыреттіліктерді ала аламын. Ең негізгі ерекшелігі осында. Және екі түрлі стандарттарды біріктіре алады. Ол кәсіби стандарт пен жаңа кәсіптер атылысы. Осы екеуін интеграциялау. Басқалар зерттемеген бе сонда? Мысалы, модель құру үшін, модель жақсы, кешіріңіз, тыңдамаңыз. Модель құру үшін, мысалы, модельді барынша көп мәліметке оқытсаңыз, ол модель жақсы. Дұрыс па? Ол сізге жақсы нәтиже бере алады.
Ал сонда басқа зерттегендердің нәтижесін алмай тек қана өзіңіздікін құрасап мақала жазсау қазір қиын. Сіз салыстырып жазасыз ғой. Кімдікі бар екен? Салыстырдым, Қайбасованікі бар, Қайбасова ол жаңағы мәліметтердің бәрін жинақтап, ол силабуспен жинақтаған. Силабус кәсіби құзыреттіліктер арасындағы ұқсастықты анықтаған. Осылайша Жақсы, сұрағымды тағы нақтылайын. Сізден басқа ешкім зерттеген жоқ па не? зерттеген. Енді соны айтып берсеңізші, мынаның жұмысында мен кім? Менен басқа Қазақстандық бойынша Маматов Өзбекстаннан, ол жасанды интеллект көмегімен құзыреттіліктерді дамыту мәселелерін HR менеджмент контекстінде әзірлеген. Қайбасов айтып кеткендей, ол деректерді жинау моделі, деректерді интеграциялау, кәсіби стандарттар, білім беру бағдарламалары, дерек ақпараттарды құрылымдау, архитектуралық және сипаттамалық тәсілдер берген. Және Барлыбаев ол сараптамалық модельдер, ол жерде нечетная логиканы қолданған, және ол жерде математикалық модель ұсынған. Жүйе жаңағы ол жерде студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін диагностикалауға арналған интеллектуалдық ақпараттық жүйе ұсынған. Енді сіздің ерекшелігіңіз мыналардан менікі мынау жақсы деп айтасыз ғой? Менің ерекшелігі бұл жерде кәсіби құзыреттілік көп зерттеу жұмыстарында олар дайын кәсіби құзыреттіліктерді пайдаланады. Менің ерекшелігі кәсіби құзыреттіліктерді генерациялайды. Және оқу нәтижелерін және кәсіби стандарттар. Түсіндім, сіздің моделіңіз кәсіби құзыреттіліктерді генерациялап береді. Жақсы, құрған моделіңіз. Рахмет сізге. Тағы да сұрақтар болса? Бұл бағытта кафедрада мен басқарып жүргенде сол кезде қойылған сұрақтар ғой бұның барлығы. Бұл Қайбасова істеді, енді кім? Айнұр істедік, енді Валия деген, Рамазанова деген кісі ода қорғайды күзде. О кісінің де жұмысы осы төңіректе. Экспертная система, одан кейін покрытие нелерді, компетенция. Сол жағынан бұл үлкен жақсы не болып жатыр, жұмыстар болып жатыр. Сол мен сұрағым. Сұрағым емес кімге? Өрекеңе. Жақсы аға, жақсы. Қабылданды. Владимир Борисович, вопрос. А вы же руководитель, да? Не можете, да? Нет, он не руководитель. Он не руководитель? Нет, временный член. А, временный член. Владимир Борисович, вопрос. Вопрос есть у вас? Соискателю. Алло, меня слышно? Да. У меня вот такой вопрос. Вы работали только с казахстанскими профстандартами и описаниями профессий? Потому что, в принципе, в России документ аналогичный, хотелось бы протестировать степень универсальности вашего алгоритма. Спасибо за вопрос. Да, я использовала зарубежные тоже стандарты. Посмотрела их подходы, и на основе этих я построила с применением казахстанскими стандартами и описанными новых профессий, собрала датасет. Не туралы подробно. Спасибо. Стандарты. Қазір айтылған сол туралы айтшы. Жоқ, сен қолдатып соларды зерттеп. Халықаралық стандарттар. Будущих профессий мы деген. Так, еще вопрос. Әсел, сізден сұрақ бар ма? Жоқ, менде сұрақ жоқ.
Бізде үндемей кете алмайды. Сұрақ қою керек. Вера Львовна, вопрос. Специалисты. Да. Генерация новых компетенций. Да, на основе чего производилась? На основе чего производилась генерация новых компетенций? Это Генерация новых компетенций, да. Компетенции, получается, из этого каких-то там компетенций, которые там в других странах существуют или как? из атласа новых профессий и Казахстанские, да? да, казахстанские. Они были интегрированы между профессиональным стандартом и атласом новых профессий, и на основе этих данных были сформулированы новые профессиональные компетенции. Это даже, получается, какие-то неявные компетенции, которые там были Да. генерированы. Скрытый, а скрытость определяется на основе релевантных схожестей с помощью тестирования, метода тестирования. Можно еще вопросы? Да. Енді мына жерде көріп отырсаңыздар, сіз мәтінді генерация жасайсыздар ғой. Яғни үлкен тілдік модельдер, одан басқа құрып жатып, соң қосымша генерация. Осы жердегі кідіріс қаншалықты болады сізде? Время задержки дейді ғой. Время задержки. Генерациялауда бір секунд, 20 секундтай бұл жерде Кішкене ойланып айтыңыз, генерация кез келген модельді құрған кезде время задержки болады. Осы время задержкаға байланысты модельдердің оңтайлылығын қарайды. Оптимизация дейді. Моделін сізге генерация жасап, уақытында нақтылы жауап беру керек. Дұрыс па? Генерация. Осы процесте ең жақсы өлшенетін показатель время задержки. Модельге беріледі, оқытылады, жауап беріледі. Генерация. Бұл RAG платформаларымен қазіргі, или AI ассистенттермен байланысты. Осы мәселелерді қалай айтасыз? менің моделімде OpenAI моделі қолданылады. Бұл жерде temperature 1-ді алдым. Бұл жерде генерацияланған кезде через API дейді, сол арқылы генерацияланады. Ол кезде әрбір біріктірілген компетенцияларды генерациялауда көп уақыт алмайды. Шамамен 5 Сіз API алсаңыз, сонда сіз серверді оқытып жатсыз ба, локально бола ма? Егер өзіңізде оқытсаңыз, локально болады. Серверге оқытсаңыз, API қолданып через онда бөлектеу есептелінеді. Через сервер. Онда қандай көрсеткіштермен есептейсіз? Жылдамдығын ба? Сол жылдамдық қой сол. Жылдамдығы ол жерде сол айтқанымдай бір көп уақыт болмайды. Әрбір мысалы 100 енгізу портына 100 4 секунд сияқты ғой сізде? секунды Дұрыс онда. Жақсы. Бұны неге сұрадыңыз, Өкен Мамжанович? Архитектураның жанындағы тұрған не бар ғой, оқытылған графикі, соған қарап алдым да, примерно. Фреймдік бөлімдер тұр ғой презентацияда. Кез келген генерация жасалған процесте, генерацияда ғана время задержки дейді ғой, модельге жіберіледі, ол оқытылып тез жауап беру керек болады да, сол процесте әрқашанда, мысалы, шетелдіктер не етеді, модель тұрғызғанда соның жылдамдығына қарайды. Ол жаңа нәрсені жасау үшін оған жылдамдық асуы керек жоқ қой, дәлдік керек қой. Генерацияға текстті жібересіз, ол генерация жасап беру керек та модельден. Екі модель бірге ғой. Мысалы, кез келген өзінің моделін үлкен тілдік модельмен оқытып, ол тезірек жауап беру үшін осы процесті қадағалайды. Либо модель өзінде локально тұрады да, өзінің моделі, как векторный модель ретінде. Ана жақта үлкен тілдік модель біледі. Соған берген кезде ол жаңағы знаниемен үлкен тексттер құрып береді. Қанықтығып, түсініктігіп. Сол процесте время задержки деген нелер болады, параметрлер.
Рахмет. Так, тағы да сұрақтар бар ма? Сұрақ. Енді Өркен Мамажанов, сізге рахмет, ішіне кіріп анатомиясын барлығын қарастырып жатсыздар. Енді жалғастырайық жұмысты. Түстікті сияқты ғой. Енді сөзді кеңесшілерге берейік. Ғылыми кеңесші қауымдастырылған профессор, философия докторы Бұханова Аягөз Асанбековнаға беріледі. Рахмет. Жалпы бұл диссертациялық іздену жұмысы жалпы білім алушылардың кәсіби дағдыларын автоматты түрде анықтап, дамытуға көмектесетін интеллектуалды жүйе жасауға арналған жұмыс. Зерттеу қазіргі білім беру жүйесі мен еңбек нарығы талаптарының арасындағы айырмашылықтар бар екенін көрсетеді және оны шешуге жалпы бағытталған. Бұл жұмыста жасанды интеллект, машиналық оқыту, мәтіндерді өңдеу әдістері қолданылған. Автор арнайы ақпараттық жүйе жасап, ол жүйе құжаттарды талдап, қажетті құзыреттерді автоматты түрде анықтай алады. Бұл жерде ізденушінің негізгі маңызды жаңалығының бірі бұл мәтіндерді салыстырудың жаңа әдісін ұсынып отыр, және ол бұрынғы әдістерге қарағанда дәлірек жұмыс жасайды. Яғни мәтіндік ұқсастықты бағалаудың жаңа әдісі мәтіннің декарттық релеванттылығы SCTR деп атап отыр, әдісін әзірлеу болып табылады. Бұл ақпараттық жүйенің тәжірибелік қолданысы өте жоғары деп ойлаймын. Себебі оқу бағдарламаларын жақсартуға және оларды еңбек нарығына сай етуге көмектесетін бағдарлама болып табылады. Сонымен қатар практикалық құндылығы да өте жоғары. Мысалы, алып қарайтын болсақ, біз білім беру бағдарламаларын қалыптастырамыз және оны қалыптастырғаннан кейін СУО-ға енгіземіз. Бұл жерде білім беру бағдарламалары экспертизадан өту кезінде мысал қолдануға болады. Экспертиза, біз білеміз, өткізу кезінде ол жерде отырған сарапшылар өткізеді, ал егер осы жүйені мысалы енгізетін болсақ, онда сарапшыны қолданбай-ақ объективті түрде бағалауға болатын еді деп ойлаймын. Және сонымен қатар тағы бір практикалық құндылығы бұл жұмыстың, мысалы жаңа атлас пен кәсіби стандарттар арқылы жаңа бір білім беру бағдарламасын өңдеп шығару деп айтуға болады. Біз білеміз, мысалға жаңа атласта қазір жаңа мамандықтар, жаңа білім беру бағдарламаларын құрастыру қазір өте өзекті мәселе болып келеді. Және осы интеллектуалды ақпараттық жүйені қолданып, сол мәселені шешуге болады. Тағы да бір практикалық құндылығы білім беру бағдарламаларын ұқсастығын анықтау болып келеді. Бұл да мысалға қазір біз білеміз, білім беру бағдарламалары өте көп болып келеді. Ол білім беру бағдарламаларын ұқсастығы бар ма, қанша пайыз ұқсас болып келеді, кәсіби құзыреттіліктерін ұқсастығы қандай, оқу нәтижелерінің ұқсастығы қандай, осыны да осы құрылған интеллектуалды ақпараттық жүйе арқылы анықтауға болатын еді. Яғни бұл мен айтып отырған практикалық құндылығы болып табылады. Жалпы докторанттың өзіне келетін болсақ, докторант осы 3 жылда өзін білікті маман ретінде көрсете алды. Барлық IT, сонымен қатар жасанды интеллект технологияларын өте жақсы меңгерген және технологияларды, әдістерді, модельдерді өзінің жұмысында қолдана білді. Жалпы диссертациялық жұмысы өте жоғары деңгейде жазылған, барлық алынған нәтижелер, жасалған модельдер мен әдістері бұл докторанттың, яғни ізденушінің жеке дара өзінің еңбегі болып келеді. Жазылған мақалалары барлығы өзінің еңбегі. Сондықтан мен қорыта айтқан кезде
жоғары деңгейде орындалған осы диссертациялық жұмыс және жұмыс болып табылады, және автор PhD дәрежесін алуға лайықты деп есептеймін, және сіздерді осы жұмысты қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет. Келесі шетелдік кеңесші Бобров Леонид Куприяновичтің пікірін ғылыми хатшы оқып шығады. Аударылған, неге нотариуспен бекітілген, Түрі бар, орысшасын оқиды. Отзыв научного консультанта на диссертацию Мукашевой Айнур Оноласыновой «Интеллектуальная информационная система генерации профессиональных компетенций обучающихся». Основные научные результаты, полученные докторантом. Докторант выносит на защиту следующие основные научные результаты. Технологии интеграции профессиональных стандартов и акций новых профессий в образовательные программы. Метод автоматизированной генерации компетенций и результатов обучения, основанный на применении генеративного искусственного интеллекта. Метод оценки текстового сходства, индикаторная релевантность текстов, интеллектуальная информационная система, автоматизированной обработки профессиональных стандартов и акций новых профессий, включающих модули сбора, нормализации, векторизации, классификации и генерации компетенций. Основные научные результаты диссертации работы Мукашевой отражены в 5 научных публикациях, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных КОК СНВО, 1 в изданиях, индексированных в базе данных Scopus и Web of Science, 2 публикации в сборниках трудов международных конференций, получено 3 свидетельства о внесении сведений в государственных реестрах прав на объекты, охраняемых авторским правом. Отдельные непринципиальные замечания статистического и оформительского характера не снижают общие положительные оценки диссертационной работы и не оказывают влияния на ее научную и практическую значимость. В целом, диссертационная работа является завершенным самостоятельным научно-квалификационным исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Автор диссертационной работы Мукашева Айнур Оноласыновна заслуживает присуждения степени доктора философии PhD по образовательной программе 8D 06103 информационной системы. Спасибо, Леонид Куприянович. Переходим к следующему этапу нашей работы. Слово предоставляется рецензентам. Так, слово Ахановой Ахерке Сапаровне, пожалуйста. Так, Мукашева Айнур Оноласынованың білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялау интеллектуалды ақпараттық жүйе атты диссертациясына пікір. Тақырыптың сәйкестігінің тұрғысынан қарайтын болсақ, диссертация цифрлық Қазақстан бағдарламасымен жоғары ғылыми техникалық комиссия бекіткен басым бағыттарға жасанды интеллект, машиналық оқыту сияқты бағыттарға толық сәйкес келеді. Жұмыс білім беру бағдарламалары мен кәсіби стандарттарды талдау, жасанды интеллект пен табиғи тілдерді өңдеу қолдану арқылы ғылымға елеулі үлес қосады да маңыздылығы зор деп айтуға болады. Өзіндік жазуына қарайтын болсақ, автордың үлесі айқын, жазу деңгейі жоғары, халықаралық журналдардағы жарияланымдарымен расталған. Егер ішкі бірлігін айтатын болсақ, онда диссертациялық жұмыстың мақсаты дұрыс қойылған, себебі ғылыми жұмыстың мақсаты нақты және зерттеу бағытын айқын көрсетеді. Бұл құрылым ғылыми мақсаттың классикалық талаптарына сай келеді, яғни мәселесі бар, еңбек нарығы мен білім беру саласы арасындағы алшақтық, оның шешудің тәсілі көрсетілген, ақпараттық жүйе әзірленген және күтілетін нәтиже айқындалған, құзыреттілігі автоматтандырылған түрде қалыптастырылған. Қойылған міндеттер диссертация мақсатына толық сәйкес келеді. Әрбір міндет мақсатына көрсетілген бағыты нақтылап, оны іске асыруға қажетті ғылыми тәжірибелік қадамдарды айқындайды. Ғылыми жаңалықтар мақсат пен міндеттерге сәйкес келеді және диссертацияның зерттеу нәтижелерін айқын көрсетеді. Қорғауға ұсынылған негізгі қағидалар дұрыс берілген және диссертацияның мақсаты мен міндеттеріне толық сәйкес келеді. Олар ғылыми жаңалықтарды нақтылап, практикалық нәтижелерді қорғауға шығару үшін жүйелі түрде тұжырымдалған. Жаңа шешімдер сыни талдаумен салыстырылған. Осылайша қағидалар логикалық тұрғыдан толық мақсатқа сәйкес және ғылыми жаңалықтарды нақтылап көрсететін түрде берілген. Сонымен
нәтижелер мен қағидалар толығымен жаңа, қорытындылар жаңалығымен ерекшеленеді. Ұсынылған әдістер CTR моделі, нәтижелерді автоматтық түрде генерациялау моделі, сандық ұқсастықты анықтау әдісі және әрі негізделген. Барлық тұжырымдар ғылыми тұрғыдан дәлелденген, кең көлемді салыстырмалы зерттеулермен және эксперименттік нәтижелермен расталған. Қысқаша айтқанда, диссертациялық жұмыс өзектілігі жоғары, ғылыми жаңалығы айқын, практикалық маңызы зор және Қазақстандағы білім беру жүйесінің цифрлық трансформациялау мен еңбек нарығына бейімдеуге нақты үлес қосатын зерттеу ретінде бағаланған. Сонымен қатар, алгоритмдердің нәтижелерін статистикалық тұрғыдан бағалау, мысалы дәлдік, recall, precision көрсеткіштері жеткілікті түрде берілсе, дәлдер әлде қайда мықты болар еді. Бұл енді кішкене ескертіп деп айтуға болады. Білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі тақырыбындағы диссертациялық жұмыс барлық қойылатын талаптарға сай келеді, ал оның авторы Айнұр Мұқашева 8.0.61.03 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алуға лайық деп есептейді. Рахмет сізге. Ал енді диссертация кеңес мүшелерінің атынан Ақанова Керке Сапаровнаға ресми рецензент болуға келісім берген үшін алғысымызды білдіреміз. Енді рецензенттің ескертпелері мен ұсыныстары туралы не айтасыз? Рахмет, ұсыныстарыңызды қабылдаймын. Accuracy recall оларды классификациялау кезінде бірдей жаңағы нелерді компетенцияларды алғанда, соны классификациялауда ары қарай қолданады. Бұл енді болашақта жасалатын зерттеу жұмыстары қабылдау. Рахмет. Ал енді келесі сөз ресми рецензент философия докторы Халықаралық инженерлік технологиялық университетінің академиялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі проректоры қауымдастырылған профессор Абдилдаева Әсел Асылбекқызына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, құрметті кеңес мүшелері. Сіздердің назарларыңызға білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі тақырыбындағы диссертациялық жұмысы бойынша ресми рецензент ретінде пікірімді ұсынғым келіп отыр. Аталған жұмыс 8.061.03 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша PhD дәрежесін алуға ұсынылған. Диссертациялық жұмыс бойынша ресми рецензияда қойылатын талаптарға сәйкес барлық негізгі мәселелер мен ғылыми тұжырымдар толықтай қамтылып, жан-жақты баяндалды. Рецензияда диссертацияның өзектілігі, ғылыми жаңалығы, теориялық және практикалық маңыздылығы, зерттеу нәтижелерінің негізгі және сенімді бойынша бағалау толық берілген болатын. Сондықтан қазіргі уақытта диссертациялық жұмыстың негізгі мазмұны мен маңызды ғылыми нәтижелерін қысқаша айтып өтуге рұқсат беріңіздер. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы қазіргі цифрлық трансформация жағдайында аса өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бүгінгі білім беру бағдарламаларының еңбек нарығы талаптарына толықтай сәйкестігін қамтамасыз ету, кәсіби стандарттар негізінде құзыреттерді қалыптастыру және білім беру саласында арттыру мәселелері ерекше маңызға ие екендігін бәріміз білеміз. Осы тұрғыда автор жасанды интеллект, машиналық оқыту және табиғи тілдерді өңдеу технологияларын қолдану арқылы маңызды ғылыми зерттеу жұмысын жүргізген екендігі көрініп тұр диссертация барысында. Зерттеу Қазақстан Республикасының ғылымды дамыту және цифрландыру бағытындағы стратегиялық құжаттарына толық сәйкес келеді. Атап айтқанда, жұмыс цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы мен жасанды интеллектті дамыту тұжырымдамасындағы басым бағыттарымен үйлеседі. Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы кәсіби стандарттарды
құрылымдау, олардың негізінде құзыреттері мен оқу нәтижелерін автоматты түрде қалыптастыру, сондай-ақ білім беру бағдарламаларын семантикалық талдау мен бағалау әдістерін әзірлегендігі көрініп тұр. Автор ұсынған әдістер білім беру мазмұнын интеллектуалды талдау бағытындағы заманауи ғылыми мәселелерді шешуге бағытталғандығы көрініп тұр. Әсіресе автор ұсынған CRT әдісі ерекше назар аударуға тұрадылық. Бұл әдіс кәсіби стандарттар мен білім беру бағдарламалары арасындағы семантикалық сәйкестікті бағалауға мүмкіндік береді және зерттеудің практикалық маңыздылығын арттырады. Жұмыста кәсіби стандарттарды формализациялау, құзыреттер мен оқу нәтижелерін автоматты генерациялау, білім беру бағдарламаларын семантикалық талдау, еңбек нарығындағы талаптарына сәйкестігін бағалау алгоритмдері ұсынылған. Зерттеу нәтижелері тәжірибелік эксперименттер арқылы дәлелденген. Автор заманауи машиналық оқыту, табиғи тілдерді өңдеу және мәтіндік деректердің интеллектуалды талдау әдістерін тиімді пайдаланған. Ұсынылған модельдер мен алгоритмдердің тиімділігін нақты есептеу эксперименттер арқылы расталған. Диссертациялық жұмыстың практикалық маңыздылығы жоғары деп есептеймін. Ұсынылған интеллектуалды жүйе арқылы жүйе оқу орындарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сараптау және жетілдіру үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар зерттеу нәтижелері білім беру жүйесін цифрландыруға және мамандар даярлау сапасын арттыруға бағытталғандығы өте жоғары деңгейде көрсетілген. Автор зерттеу нәтижелерін халықаралық рецензияланған ғылыми жұмыстарын журналдарда жариялаған. Соның ішінде Scopus базасында индекселенетін басылымдарда мақалалары жарық көргендігін көріп отырмыз. Сонымен қатар зерттеу нәтижелері бойынша авторлық куәліктер мен патенттер алынған. Бұл жұмыстың ғылыми жаңалығы мен сенімділігін көрсетіп отыр. Диссертация жоғары академиялық деңгейде орындалған деп есептеймін. Жұмыстың құрылымы логикалық тұрғыдан жүйеленген, ғылыми стиль сақталған, рәсімдеу талаптарға сәйкес келеді. Ескерту ретінде диссертациялық мәтіндерде жекелеген орфографикалық қателіктер кездеседі, бірақ зерттеу жұмысының құндылығына ешқандай әсер етпейтіндігін атап айтқым келеді. Жалпы алғанда диссертациялық жұмыс қойылған талаптарға толық сәйкес келеді деп есептеймін. Ал оның авторы Айнұр Мұқашева 8-061-03 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша PhD дәрежесін алуға лайық деп санаймын. Назарларыңызға рахмет. Ескертпелер жоқ па ешқандай? Жоқ, ондай қатты үлкен ескертпелер жоқ. Тек қана жаңағы орфографикалық қателіктер кездесіп отыр, соған ғана ескерту. Жауап беріңіз. Рахмет ескертулеріңізге, сіздің ескертулеріңізге рахмет. Сол арқылы солардың барлығын жөндеп, қайта диссертациялық жұмысты қайта өңдеп, қайта жаңағы неге қайтадан перепроектқа жасаймын. Диссертация кеңес мүшелерінің атынан Әбділдаева Әсел Асылбекқызына ресми рецензент болуға келісім берген үшін алғысымызды білдіреміз. Так, енді дискуссия ма? Ал енді дискуссияға көшейік. Так, дискуссияға. Добрый день, дорогие коллеги. Да, слушаем вас, Владимир Борисович. Мне работа понравилась тем, что в ней все-таки для той задачи, для решения которой вполне можно использовать прямые методы, ну, то есть сопоставление двух текстов профессиональных стандартов описания профессий, это же вполне прямым текстовым анализом решается. Эти прямые методы и применяются. Потому что, что ни говори, когда прямой метод можно использовать, это
надежнее всех нейросетей, которые, будем говорить сейчас, народной вероятности, тем более больших языковых моделей. Поэтому я предлагаю поддержать эту работу как актуальную и решающую важную научную проблему. Спасибо. Мамырбай. Спасибо большое. Так, тагым бар дискуссия қатысады. Вот мы пригласили двух рецензента, Акерке Сапаровну и Асель Асылбековну, потому что оба имеют отношение к разработке образовательных программ. И данная тематика очень их волнует. Теперь я сам хочу, я вот 14 лет возглавлял кафедру, и кровь у меня попили вот, люди из департамента, академического департамента, когда мы разрабатывали образовательные программы. Кровь пили. Потому что там работают девчонки, вчера закончили колледж или еще где-то, там институт, и сидят, делают экспертизу. Вот такая дубовая экспертиза, но кровь пьют они знатно. Вот данная работа, вот поэтому была предложена эта тематика, для того, чтобы профессионально на уровне искусственного интеллекта давать вопросы, насколько данная образовательная программа соответствует выдвигаемым требованиям. И вот я думаю, что она сумела с этим справиться. И я думаю, что все университеты должны, возможно, сотрудничать или купить данную программу для оценки образовательных программ, разрабатываемых в этом университете. Вот это мое мнение. Это первое. Второе, я ее учил дискретной математике на первом курсе. Вот вы видите, какое влияние оказалось, что она умеет работать с большими алгебраическими структурами. И меня это очень радует. И у меня есть предложение поддержать данную работу. Рахмет. Так. Жасырын дауыс беру процедурасы өткізу үшін сөз кезегі хатшы Жақсыбаев Дарханға беріледі. Диссертациялық кеңес мүшелері, жасырын дауыс беруге көшеміз. Диссертациялық кеңес туралы жаңа ережеге сәйкес дауыс беруге ресми рецензенттер де қатысады. Сонымен дауыс беруге қатысушылар саны 8 адам. Голосование будет. Голосование смарт. Енді смарт ену жүйесінде өткізіледі. Сіз регистрация істедіңіз ғой, солай дауыс бересіз. Дұрыс айтам ба, Акерке Сапаровна? Дұрыс айтам ба, қанша етті? Дұрыс айтасыз. Ана нүкте дұрыс емес, мына нүкте дұрыс емес. Нет, потом дальше. Енді бұны Рабочий столдан презентацияны алып тастайсаңыздар. Презентацияны алып тастаңыздар. На русском, да, стоит? Сен бағана орысша болып қойдың. Это қазақша ғой. Дауыс бердік, рахмет сіздерге. Ал енді оқып шығайын протоколда. Диссертация кеңесінің дауыс беру хаттамасы. Мұқашева Айнұр Оңласынқызы, кадр даярлау
бағытында коды мен атауы. 8D061 ақпараттық коммуникация технологиялар, мамандық атауы мен коды. 8D0613 ақпараттық жүйелер. Диссертация тақырыбы: білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі. Қорғау тілі қазақша. Ал енді дауыс берген протокол. Философия докторы немесе ғылым докторы дәрежесі беру үшін 8 адам дауыс берген, қарсы жоқ. Сонымен бір ауыздан қолдап отыр. Барлығы 8 адам дәреже берілсін деп дауыс берді. Құтты болсын. Құрметті кеңес мүшелерінің жұмыс жалғыз. Дауыс беруге 6 кеңес мүшелер және 2 рецензент қатысты. Ізденуші Айнұр Мұқашева 8D0613 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша нәтижесі. Философия докторы беру үшін 8 адам дауыс берген. Қалған нелері 0. Диссертация кеңес Мұқашева Айнұр Оңғасының диссертациялық жұмысына 10 баға беріп отыр. Олай болса, қаулы келесідей. Дәреже беру туралы қорытынды. Ашық қорғау нәтижесінде Мұқашева Айнұр Оңғасының білім алушының кәсіби құзыреттілігін генерациялаудың интеллектуалды ақпараттық жүйесі тақырыбындағы диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің 2011 жылға 31 наурыздағы нөмір 127 бұйрығын жаңартылған. 18.07.2024 жылы нөмір 352 бұйрығымен бекітілген. Дәрежелерді беру қағидаларының талаптарын толық қанағаттандырылады және Мұқашева Айнұр Оңғасыновна 8D0613 ақпараттық жүйелер білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы дәрежесі берілсін. Осы қаулыны қолдаймыз деген адамдар дауыс берейік. Прошу проголосовать, кто за такое заключение. Единогласно. Söz ізденушіге беріле ме? Так, Айнұр. Мен диссертациялық зерттеу барысында өзекті әрі мазмұнды ғылыми міндеттерді қоюы, құнды ұсыныстарды және зерттеулерді барлық кезеңдерінде тұрақты ғылыми қолдау көрсеткені үшін профессор Тұсықов Жамалбек Алиасқарұлына және ғылыми кеңесші Мұханова Аягөз Асанбековнаға терең ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ зерттеу нәтижелеріне берген сараптамалық бағасы үшін шетелдік ғылыми кеңесшім Бобров Леонид Куприяновичке де шынайы алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сізге де рахмет. Ал енді жобаны қарастырайық. Жоба экранда тұр. Айтшаста диссертацияның жүктелу белгілері. Диссертация жүктелу белгілері. 8.1 диссертация нәтижелерінің сипаттамасы. 8.1 теория ережелер олардың жиынтығы тиісті ғылыми бағыт бойынша жаңа ірі жетістік ретінде саралауға жатады. 8.2 маңызды әлеуметтік, мәдени, экономикалық немесе саяси маңызы бар ғылыми мәселе шешу. 8.3 ғылыми негізделген техникалық, экономикалық және технология шеңбері олардың енгізу ғылыми техникалық прогресті жеделдетуге елеулі үлес қосады. 8.1.2. 8.1.2. Келесі. Диссертация нәтижелерінің жаңашылдық деңгейі.
8.2.1 нәтижелер жаңа, 8.2.2 жекеленген нәтижелер жаңа емес. 8-2-1. 8.3 диссертация нәтижелерінің құндылығы. 8.3.1 жоғары. 8.4 диссертация тақырыбының жоспары зерттеулермен байланысты. 8.4.1 тақырып мемлекеттік және өңірлік ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламалар немесе халықаралық зерттеу бағдарламаларының кіреді. 8.4.2 тақырып іргелі зерттеулер бағдарламасына 8-4-3. халық бағдарламасы ғылыми өңдеу және Бастамашылық. Нейді бастамаш. 8.5 қолданбалы маңызды және кеңейтілген пайдаланушылық бойынша ұсыныстар бар диссертация нәтижелерін енгізу пайдалану деңгейі. 8.5.1 халықаралық деңгейде, 8.5.2 Салааралық деңгейде. 8.5.2 Осымен осы жобаны бекітейік, қол көтерейік. Қарсы жоқ па? Дауызда. Болды осы. Осымен диссертация кеңесінің отырысы тамам. Түркше сөйлеп кетейікші. Владимир Борисович, спасибо большое за участие. Құрметті әріптестер, барлықтарыңызға көп рахмет. Спасибо за интересную работу. Барлықтарыңызға көп рахмет. Құтты болсын.